Дана, кел, бірге ойнайық. Жарайды, Алан. Қазір ойыншықтарымды алып келейін. Жоқ, Дана, ойыншық қажет емес. Сен болсаң болды. Ойыншықтарсыз ол қандай ойын? Кел, жаныма отыр. Маған қызық болып тұр. Бұл қиын ойын ба? Жоқ, оңай ойын. Тек зейін салып тыңда. Қазір сен осы бөлмедегі қара түсті заттарға қарап шық. Және сол заттарды есіңде сақта. Жарайды. Есіңде қалды ма? Иә, Алан. Ендеше көзіңді жұмып, маған ақ түсті заттарды айтып бер. Бірақ сен маған қара түсті заттарға қарап есіңде сақта дедің ғой? Мен ақ түстерді байқамадым. Тек қара түсті заттар есімде қалды. Енді көзіңді ашып, айналаңдағы ақ түсті заттарға қара. Олар сен ойлағаннан да көп. Иә, расында да солай. Мен ақ түстерді қалай байқамадым? Себебі адам нені іздесе, соны ғана көреді. Өмірден тек қара заттарды іздесең, соны табасың. Яғни жамандықты іздесең, әрқашан жамандықты табасың. Үнемі жамандыққа жолығасың. Сол үшін тек жақсылық тіле. Жақсылық өз қолыңда. Иә, Алан, дұрыс айтасың. Жақсы болуды басқа біреуден іздеудің қажеті жоқ екенін түсіндім. Жарайсың. Әрбір адам жақсы істің бастаушысы. Жақсы істі өзіңнен бастау керек. Жарайды. Бұл мен үшін ең қызықты ойын болды. Бұл ойыннан кейін мен тек жақсы іс жасайтын боламын. Бәрекелді. Жарайсың, Дана. Сен өте ақылды қызсың. Рахмет, Алан. Жақсы мен жаман. Жақсы деген немене? Әдеппенен өнеге. Үлкендерді сыйлауың, ақыл сөзін тыңдауың. Жаман деген немене? Жаман деген жақсы емес, жей қоятын тәтті емес. Үлкендерді сыйламау, ақыл сөзін тыңдамау. Әбдірахман Асылбек. Жақсы болу өзіңнен. Әбдірахман Асылбек. Жақсы болу өзіңнен. Жаман болу өзіңнен. Өзіңді өзің аяда, өзің үйрен өзіңнен. Жақсылық көрсең біреуден, мен қандаймын деп ойла. Жамандық көрсең біреуден,